сол жерде детали заказа деген бар. Соған кіреміз. Потом кодын басамыз, и міне қараңыздар, оформить возврат деп міне мына жерде тұр, оформить возврат деп тұр міне. Осы жерде енді осыны басамыз. Причина возврата өзіміз таңдаймыз. Товар или упаковка повреждены, яғни товар немесе товардың жаңағы сырты бүлінген дейді. Товар не соответствует описанию или фото. Товар өзінің описаниясына и фотосына сәйкес келмейді. Товар с браком не работает. Брак товар немесе жұмыс жасамайтын товар. В комплекте не хватает деталей или части товара. Қандай товар бөлшектері жеткіліксіз дейді. Алған товардың подделка ол уже жаңағы некачественный деген сөз ғой, сапасыз. Ал бізде, например, бұл товар маған ұнады, но қазір не істеп көрейін. Егер мысалы сізде брак болып келетін болса, бір жер жыртылған немесе сондай болып келетін болса, товар с браком деп таңдауға болады. Например, кофта болатын болса, оның түсі неқта басқаша болуы мүмкін, магазинде әдемі болуы мүмкін, келгенде мүлдем ашық, яркий цвет болып келуі мүмкін. Сол үшін, мысалы, товар не соответствует описанию деп и комментарий к возврату, осы жерде нақты не үшін сізге ұнамады, соны жазсаңыз болады. Мысалы, біз бергенде грязно-розовый цвет болып тұр ғой, әдемі цвет. Бірақ бұл товар шынымен жақсы болып келді, дәл осылай. Қатты бір ашық розовый болып келді. Түсі слишком яркий екен деп жазсаңыздар болады. Слишком яркий цвет. Яркий цвет. Болды. И осы жерде міне қазақша жазсаңыздар да болады, разница жоқ. Сфотографируйте товар целиком со всех сторон и бирку дейді. Жаңағы алған товарыңызды қандай былай түсіріп, и оның бағанағы биркасы бар ғой, этикеткасын түсіріп жіберіңіз, лажы болса дейді. Мына жерде аласыз. И сразу сделать снимок деп, сол моменттен осылай фото не істесеңіз болады. Осылай фотоға түсіріп жіберсеңіздер болады товарды. Потом готово деп, ары қарай, например, түсірдік. Готово. Сіздер алған товарды түсіресіздер. Интернет кішкене слабы болып тұр. Міне, фотолар жүктелді, потом оформить возврат дегенді басасыз, и болды. Ары қарай уже мынандай сізге не болады. Ары қарай уже қазір мен возврат жасаған товарма не істейік, көрейік. Мен мысалы кеше мынаны возврат жасаған болатын, мына костюмды. Детали заказа. Уже сіздер возврат жасап қойғаннан кейін, сол возврат жасаған, оформить возврат деген басқаннан кейін, история заказов деген бар, осыған кіресіздер. Сол кезде мына жерде міне, мына жерде бәрі жазылып тұрады. Детали возврата, міне. Детали возврата деген бар, міне. Осыған кіреміз. Осы жерде барлық көрініп тұрады. Заявка на возврат создана 29 сентября, яғни кешегі күні заявка возврат жібергенбіз. Продавец рассмотрел заявку. Яғни кеше сразу продавец бағанағы осы костюмды салған кісілер уже заявканы көрген. Енді бүгін 30 сентябрь күні осы костюмды бізден алып кетеді. Курьер приедет
курьер приедет забрать товар 30 сентября по адресу деп тұр. Енді алып кетеді. Одан кейін 8 октябрьге дейін мы доставим товар продавцу деп тұр. Яғни бұл Каспий магазин 8 октябрьге дейін біздің бағана алған костюмымызды алып барып береді екен продавецке. Потом продавец 11 октябрьге дейін бізге ақшаны қайтарады бұйыртса. Осылай Каспий магазинде возврат жасау өте оңай екен. Қандай күшті қойған. Мен бұға дейін мүлдем білмегем, шыны керек. Білгем, бірақ жасап көрмегем. Егер товар ойланып алатын болып қалсаңыздар, отменить заявку на возврат дегенді басса болатын астындағы. Бізге возврат керек деймін. Өйткені костюм өте үлкен болып қалды. 2 размерге үлкен беріп жүріппін. И бұл өзі большой мерка екен, оверсайз екен, и слишком үлкен болып қалды, сол себепті. Енді осылай. Например, бұл тағы бір айтатын нәрсе,